Мемлекет халықтың әлеуметтік осал топтарын 15 жеңілдік жасалған санатқа бөлген. 18 жасқа дейінгі балалар сол санатқа кіреді. 15 санатқа кіретін адамдар ақша төлемейді, бірақ сақтандырылған мәртебесі бар. МАМ жүйесінде 666 бұйрыққа сәйкес екінші және үшінші дәрежелі темір тапшылықты анемия мен деисидті тұратын балалар амбулаторлық деңгейде бір компонентті темір сульфатын тегін ала алады. Ребенок давится в среднодиспансерном учете по анемии второй степени. Согласно протоколу мы взяли у него общий анализ крови, колово-сосудистое железо и ферритин. Учитывая низкие показатели, выписываем бесплатные препараты железа ферритин, который выдается согласно 666 приказу, гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Поэтому, пожалуйста, возьмите лекарство ферритин по чайной ложке 3 раза в день и через месяц на контрольные анализы. Спасибо.